Ассалаумағалейкум. Келгендерің кісіңіз екен. Мен жалғыз басты әкемін. 3 бала шағам бар. Жақында жолдасым өмірден озды. Ішінде 3,5 айлық сәбимен кетті. Өзім разный рабочий болып жұмыс жасаймын. Қазір көбінесе поляда капуста тереміз. Өзімде екі көзімде де -9. Ең үлкен баламды да Құтиоз деген денесінде қара тақтары бар. Қасымда баспана жоқ, мен премьекада тұрамыз. Ода газ жоқ. Келіншегім елесі әлі кетпейді. Әлі келетін болып тұрады маған. Мәңгілік жүректе қалды олмыз. Балдарым анасын іздейді. Өзді үйде отырған кезімде сыртқа шығып кетемін. Орада жылаймын. Жүрегім ауырады ол сөзді естіген сайын. Ерген аға, бала табылды, өстіңе жеңілген мүмкін. Біз себепші қалдық. Рұқсат болса, бос қаражатпен бұйырса өзіңіз бен балаңыз ем алады. Және қалаған кәсібіңізді ашуға көмектесеміз. Одан басқа үйлі болдыңыздар.